Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру үшін 30 жылға дейінгі шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту тұжырымдамасы әзірленді. Тұжырымдаманы іске асыру 30 жылға қарай осы салада жұмыс істейтіндердің санын 5 миллион адамға дейін ұлғайтуды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 30 жылға қарай жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 40%-ке, жалпы ішкі өнімдегі орташа компаниялардың үлесін 20%-ке дейін арттыруға мүмкіндік береді. Азаматтарға кәсіпкерлік қабілеттерін іске асыруға тиісті жағдай жасап, ашық әрі адал бизнес жүргізгенге ғана аталған мақсаттарға қол жеткізу мүмкін болады.